Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тестасы мінсіз болып шығатын 3 түрлі начинкамен жасалынатын орешкидің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен начинкаларын дайындап аламыз. Рафаэлло начинкасын дайындау үшін сливкиімізді ысытып аламыз. Содан кейін ақ шоколадымызды саламыз, кокосовый стружкамызды салып, блендердің көмегімен біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Бетін пленкамен жауып, холодильникке 7-8 сағатқа немесе бір түнге қойып аламыз. Екінші шоколадты начинкамызды жасау үшін ыстық сливкидің үстінен шоколад және де шоколадный пастамызды салып, блендердің көмегімен біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Содан кейін бетін пленкамен жауып, 7-8 сағатқа немесе бір түнге холодильникке жібереміз. Ендігі кезекте орешкидің тестасын дайындауға кірісеміз. Жұмсақ сары майымыздың үстінен сахарный пудра, ванильный сахар және де шым-шым тұзымызды саламыз. Бір жұмыртқамен 3 желтокты салып, миксердің көмегімен біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Содан кейін ұнымыздың жарты бөлігімен разрыхлителді салып, тағыда миксердің көмегімен миксерлеп аламыз. Ұнымыздың қалған бөлігін салып, қамыр илейміз. Берілген мөлшерден артық ұн салмаңыздар. Егер де тесталарыңыз өте жұмсақ болып шығатын болса, холодильникке 1 сағатқа салып алыңыздар. Қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп басын біріктіріп илеп аламыз. Мінекей осындай қолға жабыспайтын жұмсақ теста шығуы керек. Енді осы тестамызбен бірден жұмыс жасай береміз. Менде белочканың орешницасы болғаннан кейін барлығын 6 граммнан бөліп шықтым. Егер сіздерде кішкентай көзді орешница болса, 4 граммнан бөліп шығасыздар. Орешницамызды алдын ала қыздырып аламыз. Содан кейін тестамызды салып, қызарғанша пісіреміз. Орешкиларымыз біркелкі болып пісу үшін тестамызды салғаннан кейін орешницаның үстінен басып отырып пісіреміз. Пісіру барысында май көп бөлінетіндіктен осылай салфетканың көмегімен арасында сүртіп алып тұрамыз. Және де орешницамыздағы майды толығымен тазартып алу үшін сіздермен осындай лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Ең алдымен орешницамызды тоқтан өшіреміз. Содан кейін бетіне құрғақ салфетканы қоямыз да үстінен су құйып шығамыз. Салфетка майды бойына толық сіңіріп алғанша орешницамыздың бетін жауып қойып қоямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тап-таза болып шығады. Енді орешкиларымыздың жиегін тегістеу үшін сіздермен тағы да бір лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Осындай ситаны алып, орешкидің жиегіндегі артық бөліктерін осылай тегістеп шығамыз. Енді орешкиларымызды жинауға кірісеміз. Холодильникке салып қойған ганаштарымызды холодильниктен шығарып, миксердің көмегімен біркелкі етіп миксерлеп аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, орешкидің ішіне начинкаларын салып шығамыз. Ортасына дән салатындықтан начинканы қатты толтырмай құйып шығамыз. Рафаэлло начинкасына миндаль дәндерін салып шығамыз. Дәмі өте үйлесімді, өте дәмді болып шығады. Ендігі кезекте шоколадты начинкамызды және де фундук дәндерін салып шығамыз. Дәмі тура Ferrero Rocher шоколадының дәміне ұқсайды. Және де үшінші начинкаға вареный сгущенканы салып шықтым. Три желания немесе деп сгущенкаларын пайдалансаңыздар, орешкиларыңыз өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.